Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді керемет тағамдардың бірі жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бешбармаққа күлше дайындағандай бір күлше дайындап аламыз. Күлшемізге 100 граммдай су, бір жұмыртқа, шым тұз қосып, күлше дайындап бұқтырып қоямыз. Бұл жерде менде видео дұрыс түспей қалған, сондықтан айып етпеңіздер. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырамыз. Бұл жерде менде жылқы еті. Сіздер кез келген малдың етін қолдануларыңызға болады. Етіміздің суы шығып, әбден майы қалғанша қызартып қуырамыз. Содан кейін кезекпе-кезек салмаларымызды сала береміз. Мына жерде менде бір пияз салдым. Оны сарғыш қылып қуырамыз. Содан кейін бір сәбіз саламыз. Сәбізді әбден қуырып аламыз. Бұлған сіздер өзіңіздер ұнататын көкөністеріңізді қоса берулеріңізге болады. Болгар бұрышын қосуларыңызға болады. Мен мына жерде 40 қабат, яғни капуста қостым. Әбден бұлғап 1-2 минуттан бұқтырып алып отырамыз. Міне келесі кезекте картоп салынып жатыр. Содан кейін бір ас қасық, яғни жарты ас қасық мен тұз салдым. Содан кейін өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қосуларыңызға болады. 2 ас қасық томат салдым. Сіздер 1 шай қасық томат салуларыңызға болады. Әркімнің өзінің таңдауына, талғамына байланысты. Егерде томат жақсы көрмесеңіздер, салмай-ақ қойыңыздар. Суды құямыз, сосын тамағымызды дұрыстап бұлғастырып, қақпағын жауып, нанымызды ысқанша бір 10 минуттай бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте күлшемізді әдемілеп жаямыз, оның үстіне сұйық майдан жағамыз. Толық жағып, егерде маған тіркелмесеңіздер, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып. Ысқан нанымызды осылай 4 бүрістілеп, әдемілеп кесіп аламыз. Содан кейін салмамыздың үстіне май жаққан бөлігін нанның төмен қаратып, жайып, әдемілеп, дөңгелетіп жайып шығамыз. Барлығын жайып шығамыз. Қорықпаңыздар, барлық наныңыз піседі, әдемі болып піседі. Бір жарты сағатқа бұқтырып, астын жайлатып, пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай нанымыз дайын. Әрбір нанымызды бөлек-бөлек алып, осылай тарелканың жан-жағына жайып шығуларыңызға болады. Немесе жай алып, тарелкеге жай салуларыңызға болады. Бөлек-бөлек осылай әдемілеп жайып, ортасына салмасын саламыз. Бұл өте дәмді тағам. Кешке отбасыларыңызбен бірге жеуге кеңес беремін. Дайындалуы да өте тез, өте дәмді. Кешкі ас болсын, дайындап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет.